Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып, лайк басып, басқалармен бөлісе кетеміз. Рицарлар өмірі орта ғасырларға жиі байланыстырылады. Бейнелі тұлға қарулы сомдады және де жарқын қару-жараққа рицарлардың кәсіби жауынгерлері мүшелері өмір салтын, моралдық этникалық құндылықтары, жеке мұраттарды біріктіретін корпорация болды. Рицарлық мәдениет феодалдық ортада дамыды. Феодалдардың лагері өзі гетеронды болды. Феодалдық таптың бірнеше элитасының ең үлкен жер иелері жоғарғы атақтарды тасымалдаушылар құрды. Бұл ең үлкен асыл тұқымды рицарлар өз отрядтарының кейде нағыз әскерлерінің басында тұрды. Рицарлар төменгі рангіде қызмет етті. Осы жасағымен де с бойми отрядми побелисали бірінші шақыру иесі болды. Рицарлық иерархияның төменгі деңгейлерінде жерсіз рицарлар тұрды. Олардың барлық мүлкі әскери жаттығулар мен қарулары болды. Көп олардың ішінде киім, саяхат жасадым, Приморская қарай жасақтар, сол немесе өзге де командирлердің ставониясын неаминикома, ал кейде жай ғана Примешоле қарақшылықпен айналысты. Әскери іс феодалдық құзыретте болды және де оларды дөрекі шаруалардың шайқастарына қатысуға жол бермеу үшін бәрін жасады. Базар саудагерлеріне, шаруаларға, қолөнершілерге мен шенеуніктерге қару-жарақ пен атқа мінуге жиі тыйым салды. Рицарлар қарапайым адамдармен және жалпы жаяу әскермен шайқастарға қатысудан бас тартқан жағдайларда болды. Рицарлық отрядта өкілеттілердің таралуына сәйкес нағыз рицарлар асыл отбасынан шыққан болу керек еді. Өзін-өзі құрметтейтін рицар өзінің асыл шығу тегін тармақталған отбасылық алғашқа растау үшін сілтеме жасады. Оның отбасылық елтаңбасы мен рулық ұраны болды. Станға тиесілі болу мұра болды. Сирек жағдайларда рицарлар ерекше әскери ерліктер үшін арналған ережелердің ауырған қалаларды дамуына бұзыла бастады. Бұл артықшылықтар барған сайын сатып ала бастады. Әртүрлі елдерге рицарлардың тәжірибелеудің ұқсас жүйелері болған. Балаға атқа мінуді, қару-жарақты ең алдымен қылыш пен жыңды, сонымен қатар күрес пен жүзуді үйретті. Ол бетті болды, содан кейін рицар болды. Осыған дейін ғана жас жігітке рицар болу рәсімін өту мәртебесі берілді. Рицарлар 1326-дан 1326 жылдары Симони Мартинде болды. Рицарлық өнерге арналған арнайы әдебиеттер де болды. Болашақ рицарлардан басқа аң аулау әдістері үйретілді. Аңшылық соғыстан кейінгі рицарларға лайықты екінші кәсіп болып саналды. Рицарлардың психологиясының ерекше түрін жасады. Мінсіз рицарлар көптеген артықшылықтарға ие болды. Ол сыртқы жағынан әдемі және тартымды болу керек. Сонымен киімге безендіруге физика ерекше назар аударды. Қару-жарақ пен ат әбзелері әсіресе салтанатты нағыз өнер туындылары болды. От сомданды, адамға дене күші әйтпесе ол жай ғана алды деп еді. Киіп сауыт сайман, ол бесили дейінгі 60-80 килограмм. Сауыт сайман наушнайы жоғалтып өз рөлін ғана өнер табысты. оқ дәрі мен атқылауды қару. Рицарлар өзінің даңқына үнемі қамқорлық жасайды деп күтілді. Олардың ерлігі әрдайым расталуы керек еді. Және де көптеген рицарлар бұл үшін үнемі жаңа мүмкіндіктерді іздеуге болады. Егер бұл жерлерде соғыс болса, міне осында қаламын дейді француз ақыны Мария Балдринаның бірінші рицары. Бейтаныс қарсыласпен күш өлшеу үшін ерекше ештеңке болған жоқ. Егер олар кем дегенде бір нәрсе наразылық тудырса, арнайы рицарлық турнирлер ұйымдастырылды. 11-13 ғасырларда рицарлықтардың дуэльтерінің ережелері жасалған. Сонымен олардың қатысушыларының бірдей қаруды қолдануы керек еді. Көбінесе алдымен қарсыластар бір-біріне найзамен жүгірді. Егер найзалар сынса, олар қылыштары, содан кейін клубты алды. Турнир қарулы мылқау болды, ал рицарлар қарсыластарын тек ер-тоқымның шығаруға тырысты. Бірнеше күн бойы жалғасу үшін көптеген жекпе-жекте жігіттерден кейін турнирде басты жарыс екі отрядтардың шайқасын еліктеу ұйымдастырылды. Рицарларлық жекпе-жектер шексіз феодалдық соғыстардың шайқастарының бір бөлігі болды. Мұндай-ақ жекпе-жек
жектің алдында өтті. Жекпе-жек рестлерлердің бірінің өлімін аяқтады. Егер жекпе-жек өткізілсе, онда жекпе-жек ережелері бойынша емес басталды деп есептелінді. Рестлерлердің арасында ынтымақ дамытты. Тарихи шынайы рестлерлік мінез-құлықтың көптеген мысалдары білінді. Франктер мен сарсияндар арасындағы соғыс кезінде Оджа есімді Шарилдың ең жақсы рестлерлерінің бірі сарсиянның рестлерін ұрысқа шақырды. Оджа айла амалымен тұтқынға алынған кезде оның қарсыласы мұндай әдісті мақұлдамай, франктарға оны Оджаға ауыстыра алатындай етіп тапсырды. Бұл бір кезде шайқас барысында крест жорықтарында Ричард Левини средсея болып шықты. Біз Коня, оның қарсыласы Сайви ад-Дина оған 2 жауынгерлік ат жіберді. Сол жылы Ричард қарсыласының рестлерға арнады. Соғысқа деген рестлерлік сүйіспеншіліктің феодалдарының католик шіркеуі қолдаған жаңа жерлерді басып алуға деген агрессивті тірлігінің ең жоғарғы көрінісі христиандар мен христиан храмдарының мұсылмандардан қорғау туы астында шайқасқа қарай крест жорықтары болды. Олардың біріншісі 1096 жылы, ал соңғысы да 1270 жылы пайда болды. Оларды өткізу кезінде арнайы әскери діни ұйымдар рыцарлық бұйрықтарды пайда болды. 1113 жылы иониктер немесе госпитальерлер ордені құрылды. Иерусалимде ибадатхананың жанында Темплер немесе храмдар ордені орталығы болды. Бұйрықты Рим папасы жеке бағындырған ұлы магистрлер басқарды. Бұйрыққа кіретін рестлерлерді мойынсыну мен кішіпейілділікке ант берді. Олар монахтардың шапандарының рестлерлерінің үстіне киді. Славян халықтарына қарсы агрессивында тентурлықалық тәртіпті басты рөл атқарды. Рестлер кодексі рестлер әдебиетіне көрініс тапты. Оның шыңы Францияның оңтүстігінде пайда болған халық тіліндегі трабудыларының зайырлы лирикалық поэзиясы. Олар әдемі ханымның табынуын жасайды. Оған қызмет ете отырып, рестлер культуризм ережелерін ұстану керек. Куртузе әскери ерліктен басқа зайырлы қоғамда өзін ұстай білуді, сөйлесуді, ән айтуды талап етті. Қыздарға арналған күйеу жігіттің ерекше рәсімі жасалды. Махаббат лирикасында да рестлердің ханымға деген сезімін сипаттауға көбінесе тән терминология қолданылды. Ант, қызмет, сыйлық, аға, вассал, тағы басқалары. Рестлерлік роман жанры бүкіл Еуропада дамудың, оның сюжеті үшін мінсіз рестлерлік махаббат, жеке даңқ үшін әскери ерліктер, қауіпті оқиғалар міндетті болды. Романдар өз уақытының өмір мен ерекшеліктерін кеңінен көрсетті. Сонымен қатар олардың жеке адамға деген қызығушылық байқалды. Ең танымал сюжеттер дөңгелек үстелдегі рестлерлер, аты аңызға айналған Брита королі Артур Рейцер, Леосиольд Тристон және де Изолита туралы әдебиеттің арқасында орта ғасырлық асыл рестлерлердің романтикалық бейнесі біздің санамызға әлі дейін өмір сүрді. Әскери және де жер меншігі ретінде рыцарлық франктер 18 ғасырларда халықтың жаяу әскерін вассалдардың ат әскеріне ауысуына байланысты пайда болды. Шіркеу мен поэзияға ұшыраған ол жауынгердің моральдық және де эстетикалық идеяларын дамытты. Ол крест жорықтарының дәуірінде сол кезде пайда болған рухани рыцарлық бұйрықтардың әскерін тұқым қуалайтын ақсүйектер жабылды. Мемлекеттің биліктің күшеюі, жаяу әскердің атқыштардан асып түсуі, атыс қарудан ойлап табуы мен тұрақты әскери қару орта ғасырлардың аясында феодалдық рыцаризмді саяси тәртіпке айналдырды. Рыцарлық қадір-қасиеттін айыру. Рыцарлық рәсімнен басқа бұрынғы рыцарлар орындаушының қолында тапсырумен аяқталған. Рыцарлық қадір-қасиеттің айыру рәсімі де болды. Рәсім артқы жағынан рыцар халқының ілінген бағында өтті. Міндетті түрде оның жеке елтаңбасы бейнеленген және де оған діни қызметкерлердің хромын жерлеу дұғаларын бірге жүрді. Рәсім барысында рыцарларды толық киімдер, әр жырдан кейінгі рыцарлық киімнің кез келген бөлігі түсірілді. Тек қару-жарақ қана емес, сонымен қатар рыцарлық қадір-қасиеттің атрибуты болған шыбықтар да түсірілген. Толық ашылғаннан кейін және тағы бір мемориалдық забор үшін бөлікке бөлінді. Рыцарлардың жеке елтаңбасы, ол бейнеленген қалқанмен бірге, содан кейінгі ол Дәуіт
патшаның 109 забурын шығарды. Ол қарғыш жиынтығынан тұрды. Соның соңғысы бұрынғы рыцарьларға суық су құйып тазартуды бейнелейді. Содан кейін бұрынғы рыцарь бағанның көмегімен бағаннан түсірілді. Оның ілмегі қолтықтың астында өтті. Бұрынғы рыцарьлардың көпшілік шіркеуге апарды және онда олар нағыз жерлеу қызметін жүргізді. Содан кейін оны өлім жазасына кесушінің қолына берді. Егер олар өлім жазасына кесушінің қызметін қажет етпейтін басқа жазаға дайындалмаса, егер рыцарь салыстырмалы түрде сәттілікке ие болса, онда бәрі рыцарьларлық қадірет қасиетін айырылудан шектелуі мүмкін. Үкімет орындарының кейін мысал орындау герольдтер балаларын немесе басқа мұрагерлердің жалған да деп жариялады. Сөзбе-сөз Уиляни деп аталды. Қару алып ойындар мен турнирлерге қатысуға және қатысуға құқығы жоқ сотта және патша жиналыстарында доғантты шешіп, баляндар сияқты ойлаған және де асыл әкеден туылған шыбықтармен қорқыды. Мұндай жаза әсіресе неміс министрлері үшін қорқынышты болды, өйткені олар тіпті рыцарьларды деп есептеле бастады. 16 ғасырлардағы Франция мен Англия арасындағы 100 жылдық соғыстың екі дұшпандық елдердің рыцарьларының ортасында ұлттық құрмет идеясын енгізді. Достар, видео ұнап жүрсе әлеуметтік желіге таратып басқалармен бөлісе кетеміз. Аман сау болыңыздар.